Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен префикстер, яғни мағыналары кері мағыналы сөздер үйренетін боламыз. Олардың түрлері re, on, miss, try, this түрлері бар. Im, il. Мысалы үшін able қабілетті болу, unable, and қосып able қабілетсіз болу деген мағынаны білдіреді. Kind, unkind, happy, unhappy, patient, impatient мағыналар бір-біріне қарама-қарсы. Formal, informal, legal, illegal, agree, disagree, connect, disconnect, right, rewrite, understand, misunderstand. Яғни бұлар негатив префикстер on, il, im, this, in, or, miss, none. Осылар жаттап аламыз. Бұлар кез келген уақытта бізге қажет болады. Мағынасымен жаттаймыз. Достар, YouTube каналыма жазыла кетіңіздер, оқыған озады. Достар, сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздермен префикстер, яғни мағыналары кері мағыналы сөздер үйренетін боламыз. Олардың түрлері re,